Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 83-ші сабақ өзіңді тексер. Көбейту және бөлу есептер. Сен әртүрлі арифметикалық амалдары бар өрнектердің мәнін табуды, көбейту мен бөлудің компоненттерінің арасында өзара байланыс анықтауды, санға көбейту мен кестені құруды және оны есептеулерді қолдануды, ақшамен әртүрлі әрекеттер орындауды, көбейту мен бөлу амалдарын берілген есептерді шығаруды үйрендің. Өрнектердің мәнін тап. 200-ді көбейтеміз 3-ке тең 600, 57-тен 39-ды азайтсақ 18 шығады. 300-ді 5-ке бөлсек 60, 64-ке қосамыз 27-ні тең 91. 200-ді бөлеміз 4-ке тең 50, 100-ді көбейтсек 3-ке тең 300, 27-ге қосамыз 57-ні тең 90, 84-тен 26-ны азайтсақ 58, 45-ке қосамыз 30, қосамыз 10, қосамыз 10 тең 100 болады. 35-ті бөлсек 5-ке тең 7, 7-ні көбейтеміз 4-ке тең 28, жақша ішінде 33 қосы 14, жақша жабылған, қосамыз 26 тең 73. Екінші есеп тапсырмаларды орында. А. Бөлінгіш 28, бөліненің мәні 4, бөлінгіш тап. 28-ді 7-ге бөлсек 4 болады. 9 мен 5 сандарын көбейтінің мәні неге тең? 9-ды 5-ке көбейтеміз тең 45. 27 мен 3 сандарын бөлінісінің мәні неге тең? 27-ні 3-ке бөлсек 9. 4 саны мен 5 есе арттырса қандай сан шығады? 4 санын 5-ке көбейтсек 20. 18 санын 2 есе кемітсе қандай сан шығады? 18 2-ке бөлеміз тең 9. Үшінші есеп 9, 5 және 45 сандарын пайдаланып 4 тура теңдік құр. 9 5-ке көбейтеміз 45, 45-ті бөлеміз 5-ке тең 9, 45-ті 9-ға бөлсек 5, 5-ті 9-ға көбейтеміз тең 45. Төртінші есеп көбейту кестесін пайдаланып өрнектердің мәнін тап. 7-ні 2-ке көбейтеміз 14, 9-ды 5-ке көбейтеміз 45, 7-ні 2-ке көбейтеміз 14, 5-ті 9-ға көбейтсек 45, 14-ті 2-ке бөлсек 7, 45-ті бөлеміз 9-ға 5, 14-ті 7-ге бөлеміз 2, 45-ті 5-ке бөлеміз 9. Бесінші есеп көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз және олардың мәнін тап дейді. 30-ды көбейтеміз 2-ке тең. Яғни бізде 30-ды 2 рет бір-біріне қос деп тұр. 30-ды 30-ға қосамыз 60 болады. 40-ды 2 рет қоссақ 80 болады. 200-ді 3 рет көбейт деп тұр. Яғни 200-ді 3 рет бір-біріне қосамыз 600 теңге болады. 100 теңгені 5 рет бір-біріне қосамыз 500 теңге. 300-ді көбейтсек 3-ке. 300-ді 3 рет қосамыз 900 теңге. 200 теңгені 5 рет бір-біріне қосамыз 1000 теңге болады. Алтыншы есеп есепті шығар. 3 қораптың әрқайсысында 5 кәмиттен бар. Осы қорапта барлығы қанша кәмит бар? 3-ті 5-ке көбейтсек 15. Қораптың барлығында 15 кәмит бар. 12 алма 3 тәрелкеге тең бөлініп салынды. Әр тәрелкеге қанша алма салынды? 12-ні бөлеміз 3-ке тең 4. Әр тәрелкеге 4 алмадан салынды. Жетінші есеп амалдарды орында. 500 теңгеге 200 теңгені қосамыз 400 теңге. 20 теңгеден 5 теңгені азайтсақ 15 теңге. 30 теңге қосу жақша ішінде 100 теңгеден 70 теңгені азайтамыз. 100-ден 70 алсақ 30, 30-ға 30 теңгені қоссақ 60 теңге. 80 теңге азайту жақша ішінде 50 теңге қосу 20 теңге. 50-ге 20-ны қоссақ 70, 80-ден 70 теңгені азайтсақ 10 теңге. 8-ші есеп есепті шығар. Сәкен дүкеннен сурет дәптер сатып алды. Ол сатушыға 200 теңге 2 монета берді, ал сатушы оған 100 теңге қайтарды. Сурет дәптер неше теңге тұрады? 200 теңгелік 2-ке көбейтсек 400 теңге болады. 400 теңгеден 100 теңгені азайтсақ 300 теңге. Сурет дәптер 300 теңге тұрады. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз.